Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз арасына грек жаңғағы қосылған рогалики жасайтын боламыз. Печеньеміз өте дәмді, қытырлақ, жұмсақ болып шығады. Ал ендеше бірге жасауды бастайық. Осы печеньенің толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Ең алдымен бізге керегі ұн. Осы қамырға мен барлығы 330 бен 350 грамм арасында ұн қостым. Осы ұнның бәрін електен өткізіп аламыз. Ұнды електен өткізіп болған соң 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Қопсытқышымызды қосып болған соң 100 грамм салқын сары майымызды әкеп саламыз да ұн мен сары майды жақсылап тұрып үгітеміз. Айтпақшы достар, осы жерде кішкене тұз қосуды ұмытып кетпеңіздер. Кішкене тұзымызды қосып, сосын ұнымыз бен сары майымызды жақсылап тұрып үгітеміз. Ұнымыз бен майымызды осылай үгітіп болған соң келесі кезекте 50 грамм шекер қосамыз. Сосын 1 жұмыртқа қосамыз. 1 жұмыртқамызды қосып болған соң 100 грамм қаймақ қосамыз. Бұл жерде менің қаймағым дүкеннің қаймағы. Дүкеннің немесе қолдың қаймағын қолдансаңыздар болады. Қаймақтың орнына айран қолдансаңыздар да болады. Осылай бірінші қасықтың көмегімен, ары қарай қолдың көмегімен жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Рогаликидің қамыры дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығу қажет. Осы қамырға мен шамамен 330 бен 350 грамм арасындағы ұн қостым. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қараңыздар. Қамырларыңыз мына видеодағыдай қолға жабыспайтын болып шығу керек. Сосын осы қамырымызды осындай салафанға салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Келесіде салмамызды дайындайық. Бізге керегі 100 грамм грек жаңғағы. Осы грек жаңғағын осылай майдалатып алдым блендердің көмегімен. Сосын 100 грамм шекерімізді қосамыз және де 1 жұмыртқаның ағын қосамыз. Сарысын басқа бір ыдысқа салып қоямыз. Сарысын қазір осы рогаликидің бетіне жағатын боламыз. Осылай жұмыртқаның ағын шекерімізді қосып болған соң осы лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Мен бұл жерде 100 грамм грек жаңғақ қостым. Сіздер 100 граммнан көбірек қоссаңыздар болады. Енді қамырымызды жайып бастайық. Бұл жерде қамырды менің анам жаяды. Маған осы жерде анам қамырды жаюға көмектеседі. Осы қамырды жаюға ыңғайлы болу үшін осылай екіге бөліп аламыз. Бірінші бөлігін осы мына видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың екі шетін ұнға аунатып алып, осылай бірінші қолдың көмегімен қамырымызды жаямыз. Ары қарай жұқа болғанша оқтаудың көмегімен жаямыз. Осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын, дәмді болып шығатын печенье тәттілердің рецептісі бар. Келесі кезекте салмамызды теңдей екіге бөлеміз. Сосын осы қамырымыздың оң жағына осы салмамызды әкеп жайып, яғни жағып шығамыз. Осы салмамыз қамырымыздың барлық шетінде жағылып тұру қажет. Осы кезде өз қалауларыңызша асқабақтың дәнін қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде осындай кішкене уыс алып, осы қамырымыздың үстіне асқабақтың дәнін қостым. Бұл өз қалауларыңызда. Бұл жерде асқабақтың дәнінің орнына мейіз, басқа да жаңғақтарды қоссаңыздар болады. Сосын осы қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөліп, мына видеодағыдай рогалики жасап шығамыз. Дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Қамырды орап жатқан кезде қысып тұрып ораңыздар. Екінші қамырымызды да жайып, ұн жағына салмамызды әкеп салып, сосын осы қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөліп, осылай рогалики орап шығамыз.
Пергамент қағазымыздың үстіне рогаликиді осылай мына видеодағыдай майыстырып қатарынан қойып шығамыз. Жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүтімізді қосып, араластырып, печеньеміздің барлық шетіне жағып шығамыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан, қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Достар, сіздерге айтар бір өтінішім бар. Егер осы видео ұнаса, комментария жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы рогаликиді қызып тұрған пеште 180 градуста 20 мен 25 минут аралығында пісіреміз. Қараңыздар, осылай қып-қызыл болып, қызарып, әдемі болып пісіп шығу қажет. Менің печеньем шамамен 25 минуттың ішінде пісіп шықты. Және де осы бір қамырдан бізде 16 штук печенье шығады. Қараңыздар, осылай әдемі болып пісіп шықты. Осы печеньемізді суытып, 5-10 минут суытып, сосын дәм татып көре берсеңіздер болады. Осы печенье өзіме қатты ұнады, тәтті, дәмді болып шыққан. Және де печеньеміз қытырлап тұр. Осы печеньені шаймен бірге ішетін болсаңыздар, өте жақсы үйлесетін болады. Сіздерге ортасын бөліп көрсетейін, қараңыздар. Ортасын бөлгенде осындай өте әдемі көрінеді. Сіздер де осы печеньені жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.